Назар аударыңыз. Енді сіз бұрын-соңды көрген ең жақсы ақша фильмдерінің бірін көресіз. Онда бестселлер авторы Баяки, кедей әке және қаржы сарапшысы Роберт Кийосаки миллиондаған адамдардың өмірін өзгерткен байлықтың жеке формуласын ашады. Жарты сағаттың ішінде сіз байып, қаржылық тәуелсіздікке алғашқы қадам жасай аласыз. Инстарден ұсынады. Роберт Кийосаки 30 минут ішінде қалай бай болуға болады. Ақшаның 3 заңы. Алдымен, мен сізге ақша туралы көпшілік ойламайтын нәрсені айтайын. Менің өмірімді өзгерті деп ойлайтын 3 негізгі ереже бар. Біріншісі, мен өте ерте жастан түсінген нәрсе. Ақша дегеніміз не? Бұл сіздің ойларыңыз бен идеяларыңыз. Олар туралы не ойлайсыз? Адамдар сұрағанда мен қалай көп ақша аламын? Менің жауабым, алдымен ойыңды өзгер. Ақшаға деген көзқарасыңды өзгер. Ақыр соңында бұл сізге қажет нәрсе. Мен адамдармен ақша туралы сөйлескенде олардың ойлауына қайшы келетінімді түсінемін. Бұл тек ақшаға қатысты емес. Білесіз бе, отбасылық түскі ас кезінде талқыланбайтын бірнеше тақырып бар. Секс, дін және ақша. Тағы бір нәрсе болуы мүмкін. Мұның бәрінің себебі бұл мәселе бойынша әркімнің пікірі әртүрлі. Менің отбасымда, кедей әкемнің отбасында, мектеп мұғалімінде мынадай пікір болды. Маған ақша керек емес, ақша мен үшін онша маңызды емес. Бұл менің кедей әкемнің пікірі екенін түсіне бастадым. Бұл оның ақшаға деген көзқарасы еді. Ал бай әкем маған үнемі ақша, бұл мүмкіндік. Ақша саған күш пен еркіндік береді. Оны бағала, сыйластықпен қара деп айтатын. Бұл ақша туралы әртүрлі пікірлер. Мен адамдардың біздің қолымыздан келмейді дегенін естігенде, бұл өзін өзі орындайтын пайғамбарлыққа айналады. Сондықтан ақша бұл сіздің олар туралы ойларыңыз. Олар өте үлкен күшке ие. Мен адамдармен сөйлескенде, мен оларға жиі қоятын сұрақ, сіздің ата-анаңыз сізге ақша туралы не айтты? Өйткені бұл орындалады. Егер сізге айтылған болса, университетке түсу керек. Содан кейін жұмыс табыңыз. Көптеген адамдар ата-аналарының ізімен жүрмесін, бірақ олар таңдаған жол сол күйінде қалды. Адамдардың көпшілігі ауқатты отбасында туылмаған. Америкада 60 жасында 100-ден 1 адам байып кетеді, және бұл әлемдегі өте бай елдердің бірінде орын алады. 100-ден 1, 4-еуі тәуелсіз болып, 56%-ға жуығы үкімет пен зейнетақыға тәуелді болып, өмір сүру деңгейі төмендейді. Міне, мен не істеуім керек еді, және әрқайсыңыз мұны істеуіңіз керек. Мен өз ойларымды және басқалардың сөздерін қадағалауға тура келді. Маған нақты кім идея тастайтынын және кімнің ойы маған әсер ететінін қадағалаңыз. Мысалы, егер сіз салмақ жоғалтып, диетологтарға баруды шешсеңіз, біреуі сізге шикі көкөністерді көбірек жеу керектігін айтса, екіншісі оның зиянды екенін айтып, тек қайнатылған немесе пісірілген тағамдарды жеу керектігін айтады. Ақыр соңында сіз әлі де таңдау жасауыңыз керек. Мен екі әкенің дүниетанымы қарама-қайшы және өте ерте екенін білген екінші. У вас болят суставы, и вы не знаете причину, и ничего с этим не делаете? Хотите? Ақша сізді не етпейді? Байларға. Өйткені менің кедей әкем менің бай әкемнен көп ақша тапты. Менің ойымша, біз бүгін айтатын ең үлкен қателіктердің бірі көптеген адамдар ойлайды. Егер мен лотерея ұтып алсам, мен байып кетемін. Бірақ үлкен джекпотты ұрғаннан кейін сіздің ойыңыз өзгеріссіз қалады. Бұл сізге ештеңе әкелмейді. Ақша бұл өте күшті құрал. Менің бай әкем айтқандай. Егер сіз оны дұрыс қолдансаңыз, ол сізді байытады. Ал егер сіз оны теріс пайдалансаңыз, сізді кедей етеді. Менің кедей әкемнің ең үлкен қателігі оның айтқанында болды. Егер оған жалақы көтерілсе, бұл оның ақша мәселесін шешеді. Бірақ барлық қиындық, ол осы өсімді алған сайын, оның ақшалай проблемалары да арта түсті. Яғни, ол неғұрлым көп ақша тапса, соғұрлым көрнекті және кедей болды. Бұл біздің көпшілігіміз үшін өте үлкен мәселе. Ақырында мен түсінген үшінші нәрсе, өйткені менің екі әкем бар. Олардың көзқарастары өте әртүрлі. Бұл ақша әкелетін мәселелердің екі түрі. Мәселенің бірінші түрі ақша тапшы болған кезде, екіншісі ақша тым көп болған кезде, және екі мәселе де өте маңызды мәселелер болып табылады. Білесіз бе, адамдардың көпшілігі өздерін ерекше деп санайды. Олар ақшаға қатысты ерекше проблемалары бар жалғыз адамдар. Бірақ іс жүзінде барлығында проблемалар бар. Әрбір жеке адамда, әр компанияда ақша мәселесі бар. Әр елде, әр үкіметте бар. Барлығында ақша мәселесі бар. Бірақ
Бірақ бізді байлар мен кедейлер мен орта тапқан не бөледі? Міне, біз бұл сынаққа қалай жауап береміз? Осы мәселелерді қалай шешеміз? Сонымен, адамдардың көпшілігі не істейді? Біз бәріміз негізінен мәселе тым аз ақша болған отбасыларда өстік. Бұл тұзақ болды. Бұл біздің идеямызға айналады. Біз ақша қорқынышты нәрсе, оны табу қиын және ол үшін көп жұмыс істеу керек деп ойлай бастадық. Өмірімнің басында мен кедей және қысылған болу, менің бетімдегі айнадағыдай көрінетінін түсіндім. Маған бұл ұнамады. Бірақ мен байларды жаман, зұлым, жүрексіз, адамгершілікке жатпайтын және аш көз деп санайтын отбасында өстім. Сондықтан мен бай болғым келетінін айтқан кезде, мен өз отбасымның құндылықтарына қарсы шығуым керек еді. Бұл маған қиын болды. Мен сондай ақ бай әкемнің ақшасын қалай дұрыс басқарғанын және оны қалай басқарғанын, бизнес иесі және инвестор болғанын көрдім. Ол барған сайын байыды. Оның екінші типтегі проблемасы болды тым көп ақша. Мен 18-19 жасымда ол маған, балам, ақша мәселесінің екі түрі бар. Олар тым көп немесе тым аз. Қайсысын таңдайсыз? Бұл сұрақ. Сондықтан мен нақты таңдау жасадым. Маған тым көп ақша болған ұнайды. Иә, бұл маған қатты ұнайды. Мен осындай проблемаға тап болғым келеді және бұл үлкен мәселе. Осы үш ережені біле отырып, мен ойлаудың айырмашылығын, өмірдегі баламаларды көре алдым. Таңдау. Бай, тәуелсіз және еркін адам болу туралы шешім таңдаудан басталады. Ақша бұл тек таңдау және бәрі. Екі әкесі бар жас жігіт болғандықтан және 9 жасымнан бастап мен әкелердің қайсысын тыңдамау керектігін таңдауым керек болды. Бұл өте қиын шешім болды. Маған оңай болған жоқ. Өйткені мен екеуін де жақсы көрдім. Екеуі де бас әріппен жазылған ер адамдар. Екеуі де күшті, рухы мықты, мейірімді, адал және еңбекқор адамдар еді. Мен олардың тұсқағаздарын жақсы көрдім, бірақ олардың идеялары түбегейлі өзгеше болды. Олар бір-біріне мүлдем қарама-қайшы болды. Мен олардың қайсысын тыңдау керектігін, қайсысын ұстану керектігін, қай жолды таңдау керектігін шешуім керек болды ма? Мен таңдадым. Бұл қиын шешім болды. Өйткені мен бүкіл отбасымның, мектеп мұғалімдерінің отбасының мәдениеті мен нанымына қарсы шығуым керек болды. Мен Вьетнамнан қайтып келгенде, мен болды. Қазір менің бакалавр дәрежем бар. Ал әкесі айтқан кезде, сонымен, балам, енді сен магистратураға барасың ба? Мен білесің бе? Жоқ шығар деп жауап бердім. Ол айтты, бірақ ол кезде сен жақсы жұмыс таба алмайсың. Егер сенің дәрежең жоғары болса, жалақың көп болады. Мен айттым, ал мен жұмыс істемеймін. Ол мұндай тақырыптарда дастархан басында әңгімелесуге мүлдем тыйым салды. Бірақ бұл жолы емес. Сондықтан сіз және докторлық дәреже алмайсыз. Егер мен магистр дәрежесін алмасам, онда дәрігерлер маған міндетті түрде берілмейді дедім. Көрдіңіз бе? Бұл сіздің не істегеніңізге емес, қаншалықты жоғары деңгейге негізделген үкіметтік үлгі. Дәрежесі білімді. Бұл оның шындығы еді. Бірақ менікі емес. Бір сөзбен айтқанда, мен таңдай аламын. Осының бәріне мен күнде таңертең оянып, дәл осындай таңдау жасайтынымды айтқым келеді. Күн сайын таңертең мен сол нәрсені қайта-қайта таңдаймын. Мен кедей болу, орта тап болу немесе бай болу арасында таңдау жасаймын. Біздің бәрімізде осындай таңдау бар және әрқайсымыз өз таңдауымызды жасауымыз керек. Ақша ағынының квадранты. Енді ақша ағынының квадранты туралы сөйлесейік. Квадрант сөзі 4 санынан шыққан. Квадрант бизнес әлемінің қандай 4 типті адамдардан тұратынын көрсетеді. Пи қызметкерді, Пи кәсіпкерлерді және Х пен инвесторларды білдіреді. Менің кедей әкем үнемі айтатын ұлым, сен университетті бітіріп, жұмыс табуың керек. Ол мені осында баруға бағдарламалады. Мен қайталай бердім, бірақ мен бай болғым келеді. Ал анам, иә, балам, әкемді тыңдама деп айтатын. Менің анам медбике болды және маған айтты, егер сен шынымен бай болғың келсе, онда сен дәрігер болуың керек. Олар көп ақша табады. Анам маған маман, менен жұмысшы, шағын бизнес иесі, тәуелсіз кәсіпкер болуымды айтатын. Білесіз бе, мен адамдардың, егер сіз жетістікке жеткіңіз келсе, столыңызды жабатын арнайы мамандық алыңыз дегенін естігенде, сантехник, электрик, заңгер, есепші болып тұрыңыз. Бұл адамдар осылай дейді. Өйткені олар ақылды балалар. Бұл балалар дәрігерлер, адвокаттар, мұғалімдер және олар нағыз орта таптың ойлау орталығы. Менің бай әкем, білесің бе, Роберт, сен жаман жұмысшысың, бұйрықтарды орындай алмайсың. Күнделікті жұмыс сен үшін емес. Сонымен қатар сен тым ақылды емессің. Солай, дедім. Сондықтан сіз осында болғаныңыз жөн, деді ол. Жігіттер бұл жерден ақылдарын жарқыратпайды және бұл шындық. Сондықтан әлемдегі ең бай адамдар
адамдардың кейбірі осында, өйткені олар ақылды емес, олар өздерін ақылды адамдармен қоршауды біледі, және бұл олардың ең үлкен айырмашылықтарының бірі. Тағы бір бөлігі инвесторлар. Инвесторлардың менталитеті мен қасиеттері мүлдем басқа. Инвесторлар ақшасының олар үшін жұмыс істегенін қалайды. Олардың сөздері: мен инвестициямнан қанша аламын және ақшамды қаншалықты тез қайтарамын. Көптеген адамдардың жоспарлары бар, бірақ олар инвестициялық емес, жинақ жоспарлары. Екінші жағынан, жинақ жоспарлары инвесторлар үшін қолайлы емес, өйткені осылайша олардың ақшасы тым ұзақ тұрып қалады. Мен ақшамның кіріп, бірден қайтып келгенін қалаймын. Бұл айналым жылдамдығы деп аталады. Мен оларды жатқызғаннан кейін олар қаншалықты тез оралады. Үнемдеушілер ақша салады және ақшаларын ұзақ уақыт ұмытады. Бұл басқа құндылықтар жүйесі. Менің бай әкем айтатын: сіз жалдамалы жұмысшыларды олардың сөздерінен тани аласыз, өйткені олар әрқашан бірдей сөздерді қолданады. Мен әрқашан артықшылықтары бар, сенімді және қауіпсіз жұмыс іздеймін. Менің бай әкем де айтты: сіз менен адамды тани аласыз, өйткені ол мына сөздерді айтады: сіз көп төлемеуіңіз керек. Мен 6% комиссия аламын. Мысалы, жылжымайтын мүлік брокерлері осылай дейді: немесе менің қызметтерімнің құны сағатына $100, немесе мен бұл жұмысты сонша нәрсеге жасаймын. Бұл адамдар үшін уақыт ақша. Кәсіп иелері айтады: мен ақылды адамдарды іздеймін, маған мамандар керек. Олар басқа кәсіп ашқысы келеді. Олардың көптеген корпорациялары бар және бұл оларды мүлдем басқаша етеді. Ал инвестор былай дейді: маған инвестицияның қайтарым коэффициенті керек. Шағын бизнес иесі мен ірі кәсіп иесінің арасында үлкен айырмашылық бар ма? Айырмашылық өте қарапайым. Егер ірі кәсіп иесі бәрін дұрыс жолға қойып компания құрса, ол бизнестен алшақтап кетуі мүмкін. Ал қайтып оралғанда компания онсыз одан да жақсы жұмыс істейді, өйткені компанияларды дұрыс адамдар басқарады. Ал егер шағын бизнес иесі шағын бизнесте қала берсе, дамымаса, онда оның табысы төбеге тіреледі. Ал егер оның жалдамалы жұмысшылары болса және олар шөп шабатын болса, ол бәрін үнемі қадағалап отыруы керек. Бұл олардың арасындағы басты айырмашылық. Сонымен қатар, арасындағы айырмашылық си және ди, бұл олардың идеяларының ауқымы. Мысалы, адамдар маған жиі келіп айтады: мен гамбургер сататын дүңгіршек ашқым келеді. Бір ғана дүңгіршек пе? Мен сұраймын. Бірақ Рейк Рок бүкіл әлем бойынша гамбургер мейрамханаларын ашты. Айырмашылық көзқараста, ауқымда және көшбасшылық қабілеттерде. Олар өте әртүрлі адамдар және бұл айырмашылықтың себебі олардың сезімдерінде. Осы жерден шыққан адамның ең күшті сезімі қорқыныш, өйткені ол қауіпсіздік туралы ойлайды. Қауіпсіздік оның жүрегіне сіңіп кетті, бірақ бұл адамдар қорқады. Осы жерден шыққан адамға сенім жеткіліксіз. Бұл тар мамандықтағы жігіттер. Олар өз жұмысына қанағаттануды басқаларға қарағанда көбірек сезінеді. Олар өз уақыттарын және жалпы өмірін өздері басқарады және оны жақсы көреді. Негізінен бұл адамдар жылына $500,000 дейін ақша таба алады. Өйткені уақыт бұл ақша, бірақ мұнда сіз қанша ақша таба алатындығыңызға шек жоқ. Міне, бұл адамдардың идеялары мен ойлауы қаншалықты ерекшеленеді. Инвесторлардың бейтарап ойлау тәсілі бар. Мен эмоционалды бейтарап дер едім. Нағыз инвестор әлі де нарықты жоғары немесе төмен жылжытады, өйткені ол бәрібір ақша табады. Бұл нағыз инвестор. Оған бәрібір ұтылудың ұтыстың бір бөлігі екенін біледі. Ақшаны басқару кітаптары мұны қалай жасау керектігін айтады. Инвестор мүлдем бейтарап, ал адам осы жерден шыдамдылықпен ерекшеленеді. Осы квадранттардың жігіттеріне дәл қазір жалақы төленуі керек. Ал осы квадранттардың адамдары, мысалы, 3 жыл бойы ақшаларын ұзақ уақыт ала алмауы мүмкін. Сондықтан маған осы немесе басқа компанияға инвестиция салуға қатысты кеңес алу үшін келгендерге қоятын бірінші сұрағым: сіз 3 жыл бойы тегін жұмыс істегіңіз келе ме? Олар маған жоқ дейді. Кім олай болса, инвестиция салмаңыз, өйткені сіз әлі ойыңызды өзгерткен жоқсыз. Қазіргі заманда сіз қызметкер және инвестор. Менмен қызметкер және инвестор болуымыз керек. Менің айтайын дегенім, квадранттың екі жағында болу керек және бұл жерде сіз немесе мұнда маңызды емес. Егер сіз қаржылық тәуелсіз болғыңыз келсе, онда сіз бүгін инвестор болуға міндеттісіз. Сондықтан бұл өте қарапайым. 10 жасымнан бастап мен осында көшуді үйрене бастадым. Мен осында қалып қойдым. Білесіз бе? Мен осында қалдым және ақшам мен үшін емес, мен үшін көп жұмыс істейді. Бұл мүлдем басқа көзқарас. Бұл туралы ойланыңыз. Сондай-ақ бүгінде бүкіл әлем ойнайтын ең бай адамдардың ойыны бар. Бұл ойын бай болудың ең жақсы жолы және ол әрқашан солай болды. Бірде менің бай әкем Гавайидегі аққұмды жағажайы бар ең жақсы жер учаскелерінің бірін сатып алды. Мен айттым: сіз мұны қалай жасадыңыз? Көрдіңіз бе, оның әлі мұндай үлкен ақшасы болуы мүмкін емес еді. Гавайиде жағажайы бар осындай сәнді жер учаскесін қалай ала алдыңыз? Ал мен жеке өзім оған қол жеткізе алмаймын. Бұл сайт шамамен $10 миллион тұрады. Жеке өзім оны сатып ала алмаймын, бірақ менің бизнесім сатып ала алады. Бұл ең үлкен құпиялардың бірі. Сондықтан мен осы жерден бастап бизнес
бизнес құруды үйренуімнің себебі бұл бизнес маған инвестиция салуға мүмкіндік береді. Жеке өзім мұны істей алмаймын. Мен көп ақша таппаймын. Бірақ менің компаниям жасайды. Байлардың артықшылығы. 90-нан 10-ға дейінгі ереже туралы бәріңіз естіген шығарсыздар. Бұл ереже өте қарапайым. Яғни адамдардың 10% әрқашан барлық ақшаның 90%-ын алады. Аудиторияда отырған немесе осы бейнені көріп отырған әрбір адамның қалай бай болу керектігі туралы өз идеясы бар және көбінесе бұл идеяны сіздің отбасыңыз және жалпы қоғам сізге мәжбүрлеген. Мәселе мынада, сіз мектепке барған кезде сізге кәсіп иесі болуды үйреткен жоқсыз, сізге жұмысшы болуды, байлар үшін жұмыс істеуді үйретті. Ал байлар оны өте шебер пайдаланады. Олар идеяларды қабылдайды, ақылға адамдарды біріктіреді және осының барлығынан үлкен бизнес жасайды. Сондықтан олар өздеріне инвестиция салатын бизнеске ие болады. Ал салық заңдары, егер олар өз бизнесі арқылы инвестиция салса, өздеріне ыңғайлы болу үшін жазылған. Осылайша байлар одан да байиды. Олар аз салық төлейді. Өйткені олар инвестиция салады, және квадранттар. Осы жерден инвестициялау дегеніміз заңдарды пайдаланбай инвестициялау. Америкада 1943 жылы ағымдағы салықты төлеу туралы заң қабылданды. Онда жалақы алатын жұмысшылардың ешқайсысы өз ақшаларын бірінші болып үкімет алғанға дейін алмайтындығы анықталды. Сондықтан жалақыңыз көтерілсе, үкімет одан да көп алады. Әрқашан, егер сіз $1 миллион тапсаңыз, сіз әлі де салық төлейсіз. 1986 жылы дәрігерлерге, бухгалтерлерге, заңгерлерге және басқа да осыған ұқсас мамандарға қатысты тағы бір заң қабылданды. Оларға қарсы заңдар өзгерді. Бірақ байлар үшін заңдар ешқашан өзгермейді. Өйткені байлар осылайша байиды. Байлар үшін белгіленген ережелер бойынша ойнау керек. Өйткені оларды өздері белгілейді. Байлардың тұзағы. Үлкен ақша мені байыта алмайтынын түсінген кездердің бірі 20 жасымда болған оқиға болды. Содан кейін мен миллионер болдым, және бұл менің басыма тиді. Білесіз бе, сізде ақша болған кезде сіз IQ өсті деп ойлай бастайсыз. Бірақ ол шынымен де төмендеді. Менде әртүрлі қымбат спорттық машиналар, тіпті одан да қымбат әйелдер болды. Өйткені мен миллионер едім. Бірақ менің ақшам қаншалықты көп болса, мен соғұрлым ақымақ болып тоқтадым. Мен бір нәрсені түсіндім, шын мәнінде көп ақша мені одан да танымал етті. Қанша ақша алғаныңыз маңызды емес, оны қалай жұмсағаныңыз маңызды. Мен Аризонадағы бір дәрігерді білемін. Ол жылына 500 мыңнан астам ақша табады. Бірақ ол 520 мың жұмсайды. Менің бай әкем, егер сен үлкен үйде тұрсаң, салқын арбаң болса және қымбат киім киіп жүрсең, бұл сенің бай екеніңді білдірмейді. Осы сән салтанатпен сіз тіпті банкрот болуыңыз мүмкін. Осының бәрін бастан өткергеннен кейін мен өмірімнің көп бөлігін қаржылық тәуелсіздікке жету үшін активтерді қалай алуға болатынын үйренуге жұмсадым. Мақсат ешқашан ақша үшін жұмыс істемеу, мақсат акциялар, облигациялар, жылжымайтын мүлік немесе бизнес болсын, мені ақшамен қамтамасыз ететін активтерді сатып алуды үйрену болды. Сіз қаншалықты бай екеніңізді біліңіз. Сіз үйлендіңіз немесе үйлендіңіз делік. Егер сіз жұмысыңызды тоқтатсаңыз, не болады? Әйелім екеуміз жұмысымызды тоқтаттық, бірақ табыс бізге түсуді жалғастыруда. Өйткені олар жұмыс істеп жатқанымызға немесе жұмыс істемейтінімізге байланысты емес. Қарапайым адам жұмысқа баруды тоқтату арқылы оның барлық активтері шын мәнінде міндеттемелер екенін біле алады. Менің бай әкем айтқандай, активтер сізді тамақтандырады, ал міндеттемелер сізді тамақтандырады. Адамдар төлемдерді төлей алмағандықтан жұмысын тоқтата алмайды. Міндеттемелер оларды жейді. Сонымен байлық немен өлшенеді? Сіз қанша уақыт жұмыссыз өмір сүре аласыз? Ол күндермен немесе жылдармен, яғни уақытпен өлшенеді. Мен жұмыстан шыққан кезде 94 жылы менің байлығым шексіз болды. Өйткені маған үнемі ақша жеткілікті болды және бұл ойлау тәсілі болды. Бір кездері бай әке, сіз өзіңіздің жеке бизнесіңіз туралы ойлануыңыз керек. Қызметкер болған кезде сіз басқа біреудің бизнесі туралы ойлайсыз, деді. Кітап шеберханасында бай әке, кедей әке, мен бір тыңдаушыдан сұрағанымда, егер сіздің бизнесіңіз болса, ол иә, мен банкирмін деп жауап берді. Түсінесіз бе? Бұл бизнес емес, сіздің мамандығыңыз. Егер бұл сіздің бизнесіңіз болса, онда сіз оған инвестор болуыңыз керек. Яғни одан да көп ақша табу үшін активтерге ақша салуыңыз керек. Мектепте бізге үйреткен нәрсе өз ісіміз туралы ойлау емес, басқа біреудің ісі туралы ойлауға үйрету. Бұл менің сізге жолдауым, жеке кәсібіңіз туралы ойланыңыз, осылайша сіз бай боласыз. Кірістер мен шығыстардың дұрыс арақатынасы. Менің кедей әкем мен байдың айырмашылығы ортақ болды. Менің кедей әкем үнемі айтатын жоғары жалақы алатын адамды табыңыз және не? Жұмыс. Бұл үлкен қате түсінік. Өйткені жоғары жалақы алатын жұмыс үшін сізге жоғары салық салынады.
ал менің бай әкем тек орта тап үшін жоғары жалақы табыстың кілті екенін айтты. Иә, бұл орта таптағы адамның осындай қарапайым көзқарасы. Байлар бұл сіздің қанша ақша табатыныңызда емес, қанша үнемдейтініңізде екенін біледі. Ақшаны қалай сақтау керектігін білу керек. Қанша ақша тапқаныңыз маңызды емес, қанша ақша қалдырғаныңыз маңызды. Бұл кірістер мен шығыстардың арақатынасы деп аталады. Активтерді сатып алуға қанша кіріс бөлуге болады? Кем дегенде 30% болу керек. Егер сіз мыңдаған доллар тапсаңыз, ең аз дегенде 30% капиталдандырылуы керек. Егер сіз қандай да бір себептермен мұны істегіңіз келмесе, шынымен жұмыс істейтін осы арақатынастарды қараңыз. Егер сіз $1000 тапқан болсаңыз, онда сіз активтер себетіне $300 бөлуіңіз керек. Орташа адам қанша үнемдейтінін білесіз бе? Мүлдем. Сондықтан ол кедей. Ол барған сайын көбірек табыс тауып жатса да, бірақ өмір бойы оған айтылғанын білесіз. Кейін жоғары жалақы алатын жұмыс табу үшін университетке түсу керек. Сонда сен көп ақша таба аласың. Өйткені ол көп нәрсені сатып алады ма? Одан көбірек ақша соратын міндеттемелер. Менің кедей әкем үнемі айтатын мен көп ақша табамын, ал бай әкем айтатын мен көбірек кетемін. Үлкен айырмашылық. Солай ма? Мен үлкен деп айтар едім. Әсіресе ұзақ мерзімді перспективада. Ең бастысы, сіз осы себепке қанша үнемдейсіз. 3 шошқа банкі. Менің сізге кез келген адам байып кететінін дәлелдейтін бір жаттығуым бар. Кішкентай кезімде бай әкем маған осындай 3 нәрсені берді. Олар қалай аталады? Шошқа банктері. Егер сіз бай болғыңыз келсе, осындай 3 шошқа банкін сатып алуыңыз керек. Бай сияқты ойлауды үйрену үшін осының бәрі қажет. Міне, бірінші шошқа банкі, екінші және үшінші. Вот первая копилка, вторая и третья. Біреуі жинақтау үшін, біреуі инвестиция үшін, екіншісі қайырымдылық қорлар үшін. Қайтару өте маңызды. Бүгін осындай шешім қабылдау арқылы сіз байлықты таңдайсыз. Сіз мұны тым қарапайым деп айтуыңыз мүмкін. Бірақ сіздің бүгінгі күніңіз оның алдындағылардың нәтижесі екенін түсініңіз. Сондықтан бүгін $1 бөліп, оны аптасына бір рет емес, күн сайын жасаңыз. Бұл жаттығулар арқылы миыңызға үйрететін нәрсе бай сияқты ойлау. Ойлау сіз қанша үнемдейсіз. Сонымен, бүгінгі күні сіздің қаржылық жағдайыңызды ескере отырып, сіз ең көп дегенде $1 төлей аласыз деп есептейік. Өте жақсы. Көрдіңіз бе? Сіз мұны қанша сомамен істеп жатқаныңыз маңызды емес. Сіз мұны істеп жатқаныңыз маңызды. Сіз спортзалға бара алмайсыз, және бір күнде Арнольд Шварценеггер сияқты бола алмайсыз. Осындай болу үшін сіз көптеген жылдар бойы күн сайын спортзалға барып, жаттығуларды жіберіп алмауыңыз керек. Сонымен, сіздердің араларыңызда кім осы күннен бастап, өмірінің соңына дейін күн сайын үнемделген $3 әр шошқа банкіне бір-бірден жинай алады. Жарайды, керемет, мұны бәрі жасай алады. Бірақ шындық мынада, адамдардың көпшілігі мұны істемейді. Бұл өте кішкентай нәрсе. Бұл $1 шошқа банкінің түбіне түскеннен кейін, ол сіздің өміріңіздің соңына дейін сіздікі болады. Және сіз қайтыс болғаннан кейін ол келесі ұрпаққа қалады. Ал орта тап шошқа банкін бұзу үшін арзан және қарабайыр сылтаулар іздейді. Түсінбейсің, маған бұл ақша керек болды. Сіз мұны қанша мөлшерде жасасаңыз да, маңыздысы бұл сіздің әдетіңізге, ойлау тәсіліңізге айналады. Сондықтан бүгін $1 бастаңыз. Енді 0-ді қосып, 10-ға жетейік. Бұл кезде адамдар әлі де сөйлеседі, бірақ бұл қиын емес. Күніне $30 бөліп көріңіз. Байқамайсыз ба? Жүрек соғуының жоғарылауы. Енді сіз қолыңыздан келетін нәрсенің алдында тұрсыз. Бірақ біз тек бір нолик қостық. Және сіз бұл ақшаны жұмсағыңыз келеді. Сондықтан, егер біреу үшін $10 оңай болса, соманы 100-ге дейін көбейтіңіз. Сонда сіздің жүрегіңіз одан сайын соға бастайды. Кейбір адамдар бұл мен үшін әлі де өте оңай және мен оны төлей аламын дейді. Содан кейін оны 3000-ға дейін қолданып көріңіз. Мен тағы да айтқым келеді. Бұл ақша туралы емес, күш-жігердің тұрақтылығы туралы. Бұл ақша ешқашан жұмсалмайды. Бұл ақша активтерді сатып алуға арналған.
сіз оған мүлікті, акцияларды сатып аласыз. Егер кенеттен мұндай жағдай орын алса, сіз оны жоғалтуыңыз мүмкін, ал сіз оны ешқашан жоғалтпайсыз. Сіз бұл ақшаны қайырымдылыққа өзіңіз қалаған жерге бересіз. Мен өзімнің қатысуымды қажет деп санайтын, бірақ өкінішке орай уақытым жоқ. Қайырымдылық істерге ақша беріп жатырмын. Менің бай әкем шіркеуге ақша берді. Кедей әкем ештеңе бермеді. Менде ақша болған кезде мен оны беремін. Сондықтан мен кедей болып қала бердім. Менің кедей әкем жұмыс қауіпсіздігіне, ал бай әкем қаржылық қауіпсіздікке сенетінін атап өткім келеді. Қаржылық тәуелсіздікке қалай қол жеткізуге болады? Бұл қарапайым. Осы 3 шошқа банкінің көмегімен. Бұл негіз, жинақ, инвестиция, қайырымдылық. Осылайша қаржылық қауіпсіздікке апаратын жол басталады. Осыдан бастау керек. Мен осылай бастадым. Көрдіңіз бе, маған ұнады. Бай болғанды ұнататынмын. Жақсы мәмілелерді қалай табуға болады? Енді мен сізге қалай тәжірибе жинап, жақсы мәмілелер тапқанымды айтқым келеді. Сіз бұл туралы әйелімнен сұрай аласыз. Біреуін сатып алмас бұрын қанша жылжымайтын мүлікті талдаймын. Еңіреп, мұндай ереже. Көрдіңіз бе, бірдеңе сатып алмас бұрын. Мен кем дегенде 100 мәмілені талдаймын. Ал егер 100 объектінің біреуін сатып алмасам, мен бәрін басынан бастаймын. Бұл 100-ден бірге қатынасы. Мен мәмілелерді осылай табамын. Ал егер менде ақша болмаса, мен не істедім? Мен бәрібір мәмілелер іздей бердім. Жаттықтым. Білесіз бе? Мен тәжірибе жинадым. Адамдар маған не айтады? Біз риэлторға барып, бір затты тауып, оны бірден сатып алдық. Сен қанша затты қарадың? О, тек осы. Бұл инвесторлар емес, ақымақтар. Бұл инвестициялаудың ақымақ тәсілі. Нарық тенденцияларын білудің, бағаларды және басқа нарықтық деректерді түсінуді бастаудың жалғыз жолы 100 транзакцияны талдау. 100 мәміленің ішінен сіз оның онына ұсыныс жасайсыз. Өйткені қалған 90-ы жаман мәмілелер. Сіз мәмілелерді талдауға машықтанған кезде, сіз ақылды әрі ақылды боласыз. Әрбір жаңа мәміле сайын мен көбірек үйренемін. Мен инвестициялауды жоспарлаған 10 мәміленің 3-і маған мақұлданды. Бұл жылжымайтын мүлік данышпаны доктор Дельфте Розаның ережесі. Оның айтуынша, егер бұл жерде 6 саны тұрса, бұл нені білдіреді? Сіз тым көп ақша ұсынасыз. Сіз көбірек жеңілдіктер сұрауыңыз керек. Ұсыныстарыңызды азайтыңыз. Нәтижесінде тек 3 сатушы келіседі. Мен осы ережені ұстануға тырысамын, және соңында 3-інің ішіндегі ең жақсысын сатып аламын. Адамдар айтады, мен мұны қалай үйренуім керек? Бұл өте қарапайым. Сіз мәміледен кейін мәмілені бағалауыңыз керек. Мен сізге мынаны түсінгеніңізді қалаймын. Мен 50 мыңнан астам мәмілені талдадым. Осылайша мен ақылды болдым. Жұмыс іздеудің орнына мен мәмілелер іздедім. Бизнесті сатып алғанда коэффициенттер 1:100, 10, 3, 1. Акцияларды сатып алғанда мен 100 компанияны бағалаймын. 1 коэффициенттер. Және мұны әрқайсыңыз жасай аласыз. Сіз тіпті оны төлей алмайсыз. Оны өзіңіз жасай аласыз. Бұл тегін. Бұл менің қаржылық қауіпсіздігімді қамтамасыз етті. Ал менің кедей әкем не нәрсеге көңіл бөлді? Жұмыс орнының қауіпсіздігі туралы. Қорқыныш. Көптеген адамдар өз уақыттарын байытуға жұмсағысы келмейді, және көптеген инвестициялар үшін бұл өте қауіпті және қорқынышты нәрсе. Олар жақсы мәмілені көрсе де қорқақ болып, кері шегінеді. 10 кәсіптің 9-ы банкротқа ұшырап жатқаны мені азаптады. Менің жауабым иә, дұрыс, олардың көпшілігі сәтсіз, бірақ біреуі сәтті. Мен айтамын, қараңызшы, мен 2 рет бұзылдым, 2 рет сол 9-дың бірі болдым, бірақ 1 рет 10-дыққа кірдім. Менің кедей әкемнің жіберген ең үлкен қателігі ол әрқашан болашақ сәтсіздіктің себебін нақты айта алатын. Мен бірінші рет сынған кезде шамамен 1 жыл бойы өзімді қорқынышты сезіндім. Бұл өте қорқынышты болды. Мен миллиондарымды жоғалттым. Өзін-өзі бағалауым қатты төмендеді. Мен төбемсіз қайтадан кедей болдым. Бірақ мен бәрін қайтарған кезде мен одан да күшті болдым. Мен сынған кезде 2-ші рет менде 6 айға жуық депрессия болды. Ал 3-ші рет мен жеңдім. Қиын кезеңдерде кедей әкем айтты, сен жеңілдің. Ал бай әкем айтты, сен тым аз жеңілдің. Бұл ойлаудың айырмашылығы. Менің бай әкем де айтатын, сәтсіздік әрқашан сәттіліктің бір бөлігі. Сәтсіздіктен аулақ болған адамдар сәттіліктен де аулақ болады. Сіздің ең үлкен шығындарыңыз сіз жұмсаған шығындар емес, қорқыныштан таппаған шығындар. Міне, менің бай әкем маған қорқыныштың не екенін бірден үйретті.
Ол оны Он расшифровал осылай шешті ең басында проигрывай в самом жоғалтып, начале и учись. үйреніңіз. Қараңызшы, егер сіз ұтылатыныңызды Смотрите, білсеңіз, если вы бірден знаете, что ұтылыңыз, проиграете, то күтпеңіз. проигрывайте Өйткені сразу, сіз не қателескен выжидайте. сайын, Потому әрине, что каждый одан раз, сабақ когда вы алсаңыз, ошибаетесь, вы сіз ақылды умнеете. боласыз. Вы, конечно, Сондықтан мен извлекаете адамдарға уроки. айтамын, Так что я мүмкіндігінше говорю ертерек людям, жеңіліңіз, проигрывайте как можно бірақ раньше, но как мүмкіндігінше можно аз. меньше. Әйелім екеуміз Первая жылжымайтын сделка, мүлікке которую мы с женой инвестиция салуға заключили, қайта когда оралған вновь кезде вернулись к жасаған инвестированию алғашқы в мәміле недвижимость, была на 45 мың доллар 45 болды. тысяч долларов, Ал и бірінші первый жарна взнос 6 мың составлял долларды 6 құрады. тысяч долларов. Егер біз осы Если мәміледе бы мы жеңіліп проиграли қалсақ, на этой біз сделке, әлдеқайда то стали бы ақылды болар гораздо едік. умнее. Бірақ біз Но мы не ұтылған жоқпыз. проиграли, мы Шекараны раздвинули ығыстырдық. границы, Біз мы мәмілелеріміздің көлемін увеличивали и ұлғайттық және увеличивали размеры ұлғайттық наших және сделок и сәтсіздікке надеялись үміттендік. на неудачу. Барлығы Все сәтсіздіктерден стараются аулақ избегать болуға неудач, тырысады. а я Мен надеюсь онымен с ней кездесемін деп встретиться, потому что үміттенемін. она Өйткені сделает ол меня мені еще одан умнее. да Таким ақылды образом, етеді. я Осылайша открываю мен свой санамды разум для жаңа новых білімге знаний. ашамын. Мен өз қателіктерімді жоққа Я не шығармаймын. отрицаю Мен своих оларды ошибок, я қабылдаймын. понимаю Мен их. Я қателіктерді осознаю мойындаймын, ошибки, извлекаю пайдасын пользу көремін и және двигаюсь әрі қарай дальше. И жүремін. напоследок Соңында я вам хочу мен сізге напомнить, таңдау что вам жасау керек придется сделать екенін выбор. еске Я салғым делал келеді. выбор, когда Мен был кішкентай маленьким кезімде мальчиком, который кімді выбирал, тыңдайтынын кого же таңдап, ему все-таки қазір слушать. таңдау И делаю жасайтын выбор бала сейчас. кезінде Каждое таңдау утро я жасадым. просыпаюсь и Мен күнде делаю свой таңертең выбор. оянып, Так что өз сделайте таңдауымды жасаймын. собственный выбор. Сондықтан өз